концертке барайын деп жатырмын. Қарекет қоры ұйымдастырып жатқан, яғни Қарекет фест деп аталатын Алматы аренада болады. Соған барайын деп жатырмын. Гидрит юзме. Үстіме осындай темно-синий түстегі не дейді, кардиганды киейін деп жатырмын. Кардиган ба, жемпір ма? Білмеймін, короче, осыны киемін. 1-2-3. Мінекей осындай. Енді астыңғы жағыма колготкидің сыртынан шалбар киемін. Джинсы шалбар, чтобы тон қалмау керек. Мінекей. Енді аксессуардан Ван Клифтің осындай сырғасын тағамыз. Артына мынандай резинка салып қойсаңдар күшті, салбырап тұрмайды. Болды. Ал енді сақинадан осындай бір сақина бар. Осындай бір 2 штук сақина бар. Сол 2 штукты мынандай бір саусаққа таға саламыз. Біреу бері қарап, біреу әрі қарап тұрады былай. Осылай таға саламыз, өйткені мына жақтарға ыңғайсыз кетеді. Келесі осындай бір браслет тағамыз. Одан кейін сағат. Және осындай бір сатуар. Сатуар деген сөз баяғыда жоқ еді. Кейіннен пайда болды. Осындай сатуарды бүйтіп айналдырып, екі айналдырып тағам. Шашыма осындай невидимка тағам. Бір жағына ғана. Достар, аяғыма пәленбай алған натуральный кожа. Етік кием, күздік етік. Үстіме куртка кием. Концерт қазір кешкі сағат 7-де басталады. Сағат уже 5:30 болды. Мен ертерек барайын деп жатырмын. Осындай куртка. Қалыңдау куртка мынау. Қысқа болса да сәл қалыңдау. Себебі мен тоңып қалмауым керек. Денсаулық маңызды. Ой, кеше жуып қойғанмын ғой курткамды. Түнде жуып қойғанмын ғой. Одан концертке барамын деп дайындалып. Осы шығып кетті. Короче, мынаны нестеп тағып аламын әдемі. Сосын қолыма мынандай сумка ұстаймын. Бағана самса пісірдім, самсадан алып бара жатырмын. Сосын 0,5 бір напиток алдым. Осылай менің образым. Мынаны бүйтіп тағып аламын да. Тағып аламын да, если терлеп кетсем, мынаны шешіп қоямын. Деп тұрмайын ба, я? Қалай образым. Всем пока!